Батыс ғалымдарының ислам дініне таң қалып, ислам діні жайлы айтқан пікірлері. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, оны басқалармен бөлісіңіздер. Вильям Уотт. Исламның қысқа уақытта кең таралуы оның рухани күшімен қоғамға әділдік әкеле алуында. Бернард Шоу. Егер қазіргі заманға бір дін сай келсе, ол ислам діні болады. Мұхаммед адамзат тарихындағы ең ұлы қолбасшылардың бірі. Лев Толстой. Ислам адамды сабырға, әділдікке және таза өмір сүруге шақырады. Оның қағидалары адамзатқа өте пайдалы. Томас Карлейл. Мұхаммедті жалған пайғамбар деу үлкен әділетсіздік. Ислам өтірікке емес, шынайылыққа негізделген. Иоганн Вольфганг. Ислам ақыл мен жүрекке әсер ететін таза дін. Ол адамды тәртіпке, тазалыққа және бір құдайға сенуге тәрбиелейді. Иә достар, видеоның соңына келдік. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, лайк басып, оны басқалармен бөлісіңіздер. Ассаламу алейкум.